Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы Алматы мен Нұр-Сұлтан. Айтылым бойынша бірінші тапсырма. Суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер. Өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. Жақсы, тексеріп көрейік. Бірінші сурет Алматы таулы аймақта орналасқан. Алматыда жаз ыстық болады, жаңбыр жиі жауады. Алматының жазы қыдыруға қолайлы. Ашық күндер көп. Алматыда қыс жылы болады. Жоқ, қар жұқа жауады. Яғни біз сұрақтарға суреттер арқылы жауап бердік. Жауаптардың орысша нұсқасы. Оқылым бойынша екінші тапсырма. Алматы қаласы туралы мәтінді оқы, толықтыр. Көршіңмен салыстырып тексер. Бос орындарға жоғарыда көрсетілген сөздерді қойып, мәтінді оқып көріңіздер. Ендеше бірге оқиық. Алматы таулы аймақта орналасқан. Сол себепті бұл аймақта жел қатты соқпайды. Алматының ішінен Алматы өзені ағып өтеді. Алматының жазы ыстық. Табиғат аясында демалып қыдыруға өте қолайлы. Сондай-ақ жазда Алматыда жаңбыр жиі жауады. Алайда жер тез кебеді. Бұл аймақта бұлтты күндерге қарағанда ашық күндер көбірек болады. Алматының қысы жылы. Бұл жерге қар жұқа түседі. Мәтіннің орысша нұсқасы. Айтылым төртінші тапсырма. Алматы мен Нұр-Сұлтанның күн райын, табиғатын салыстырып айт. Суреттерді басшылыққа ал. Бірінші біз мына қыздың айтып тұрған үлгісіне тоқталайық. Бұл қыздың атын мысалы Дана деп алайық. Дананың сөзі. Менің білуімше Алматы таулы аймақта орналасқан. Ал Нұр-Сұлтан жазық далада орналасқан. Сол себепті Нұр-Сұлтан қаласының ауасы Алматыға қарағанда тазарақ болып келеді. Енді Дананың ойын жалғастырып көрейік. Нұр-Сұлтан солтүстік аймақта орналасқан. Алматыға қарағанда Нұр-Сұлтанда қыс ұзағырақ болады. Қар қалың жауады. Қыста сынап бағанасы -30 градусқа дейін төмендейді. Енді мына баланың ойын айтып көрейік, жалғастырайық. Бұл баланың есімін Досжан деп алайық. Менің ойымша Нұр-Сұлтан қаласына қарағанда Алматыда жел баяуырақ соғады. Өйткені Алматы таудың ортасында тұр. Нұр-Сұлтанға қарағанда Алматыда қыс жылырақ болады. Ауа температурасы +40 градусқа дейін көтеріледі. Жазда Алматыда жаңбыр жиі жауады. Мәтіннің орысша нұсқасы. Жазылым бойынша 5-ші тапсырма. Суреттердің орнына тиісті сөздерді қойып, бірнеше сөйлем құрап жаз. Мысалы, Алматы таулы аймақта орналасқан. Ары қарай өздеріңіз жазып көріңіздер. Тексеріп көрейік. Алматы таулы аймақта орналасқан. Онда бұлтты күндер көп болады. Жаңбыр жиі жауады. Нұр-Сұлтан қаласы жазық далада орналасқан. Онда үнемі жел соғып тұрады. Қыста қар қалың жауады. Сөйлемдердің орысша нұсқасы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.